Йо әрпін жазып үйренейік. Мұқият тыңда. Йо әрпі бас әріптен және кіші әріптен тұрады. Үлкен жолдың ортасынан сәл төмен қаламыңды қой. Оңнан солға қарай жартылай доға жасаймыз. Жазу жолының үстіңгі сызығына тигізген соң, солға қарай жазу жолына толтыра екінші доға сызықты жүргіземіз де, астыңғы сызыққа тигізе оңға сәл көтереміз. Енді әріп төбесіне 2 нүкте қоямыз. Йо әрпінің кіші әрпі. Жазу жолының ортасынан төмен қаламыңды қой. Төменнен жоғары сәл оңға қарай қиғаш сызықты тартып, үстіңгі сызыққа жете бере, солға қарай доға сызып, оны үстіңгі сызыққа тигіземіз. Доға сызықты дөңгелете бастапқы сызықты қиып, астыңғы сызыққа тигізе иеміз. Енді әріп үстіне 2 нүкте қоямыз. Дәптеріңді ашып, йо әрпін әдемі жаз.